Ассалаумалейкум, ең құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгінгі біздің индеуіткілеріміз. Ар жақта тағы да индеуіткілер бар. Насында екі еркек алып келдік. Индеуіткілер тірей жұмыртқа туып тұр. Енді бұйыртса басқан уақытта жұмыртқалар астына жинаттырып бастыртатын боламыз. Біздің қазымыз мінекей жұмыртқада жатыр. Мыналарға жұмыртқа туады. Мыналарға өздерін ағазымыз жатыр. Бұйыртса ағаз балапан шығарған кезде қаздың тағы да балапандарын әкеліп қоссам, қасына алейінде бар өтсін. Бізде мынау қояндарымыз болса, көжектері, бес көжегі мінекей. Қалай ойлайсыздар, көжектерін жалғыз тастасам бола ма? Шешесін тағы да, или шешесі кішкене қасында жүрген дұрыс па? Комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде қарайтын болам. Бөліп тастау керек болса, бөліп тастай берейін. Кішкене менде қояннан опыт жоқ, ондай қатты. Сол себепті сіздерден сұрап жатырмын. Мұнда қояндар өткенде екі қоян өткенде өз балдарын жеп қойған жоқ, енді түйіп тастап манағыдай бытыратып тастады, шашып. Бұл екеуін қайтадан шағылыстырып жібердім мына еркекпен. Ендігі мәселе бізде мына қоянымыз бұйыртса жұмыртқа деп берем, тауыққа үйреніп қойған уже туады. Осы айдың аяғында ма туып қалу керек. Біздеке мынау бізде бұда туды, бұның да балалары өлді, өлетіні тірі қалатындар тірі қалды. Анаң астындағы туғанның біреуін осының арасына қосып жібердім. Осының арасында жүр, баласын білмей қал. Өзінің баласы есебінде жүр қазір. Мінекей екінші қоянның балдары. Мұнда да қояндарымыз бар. Мынау еркек қоян. Бұйыртса осыны шағылыстырам ба деп отырмын. Мұнда еркек қоян, еркек қоян сойсам қалай болады, бірақ тақандай, бірақ тамақ жеп тұр. Сойып тастау керек бұнда. Мынау да арғашы. Бұйыртса осы айдың аяғында туылу керек, бұйыртса. Мұнда қаздар мінекей. Мына қаздарында бір қаз туылып жүр, жұмыртқа. Енді өткілер осының ар жақтарында жүреді. Балапандарын да көрсететім оған қазір. Мінекей осы балапандар. 2 айдан кеткен балапандар налар. Налар міне 4 ай болады, бұйыртса осының 25. Әзірге видео осы. Алла бұйыртса жақында тағы да жақсы видеолар шығатын болады. Әзірге осы видео. Келесі видеода көріскенше жақсы сау болыңыздар. Қоян туралы мәліметтерді комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті қарайтын болам. Опыт жоқ қояннан. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.